Саламатсыздар ма, 6 сынып оқушылары 100, 101, 102 есептерді түсіндіретін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, есептерді жақсылап түсініп алыңдар, иә. Ал енді бірінші тапсырмасы, бағалары бірдей бірнеше дәптердің құны 120 теңге. Егер дәптерлер саны бұдан 3 есе артық, 3 есе кем болса, олардың құны неше теңге болады? Егер 3 есе артық болатын болса, демек 3-ке көбейтеміз, иә. 120 теңгені көбейтеміз 3-ке, сонда 360 теңге болады. Ал егер 3 есе кем болатын болса, 120 теңгені бөлеміз 3-ке. Сонда тең болады екен 40 теңгеге. Келесі екіншісінде қуаттылықтары бірдей бірнеше трактор бір күнде 72 гектар жер жыртты. Егер тракторлар саны бұдан 2 есе артық, 2 есе кем болса, олар бір күнде неше гектар жер жыртады? Жетпіс екі гектарды 2 есе артық болатын болса, 2 көбейтеміз. Сонда тең болады екен 144-ке. Ал 2 есе кем болатын болса, не істейміз? 2-ке бөлеміз. Сонда тең болады екен 36 гектарға. 101-ші есеп, Y-тің мәні X-тің мәніне тура пропорционал, кестені толтырыңдар. Оқушылар, мұндағы Y X-ке тура пропорционал және мұндағы X-тің мәнін қандай да бір санға көбейткен кезде ол 12 тең болады екен. Енді ең алдымен сол санды тауып аламыз. Яғни 12-ні бөлеміз 3-ке. Тең болады екен 4-ке. Яғни мұнда бізде Y тең болады 4x деген пропорционалдық шығады. Енді мұнда біз 4-ті көбейтеміз, 4-ке 16 болады. Мұнда 24, мұнда 32, 9-ды көбейтеміз, 4-ке 36, 12-ні 4-ке көбейтеміз, 48. Ал мұнда 15-ті 4-ке көбейтетін болса, 60 болады. Келесі 102-ші есеп, есепті пропорция құру арқылы шығарыңдар. Сағаттың минуттық тілі 9 минутта 54 градусқа бұрылады. Біріншісінде сағаттың минуттық тілі қанша уақытта 42 градусқа бұрылады, ал екінші тапсырмасы сағаттың минуттық тілі 15 минутта неше градусқа бұрылады. Оқушылар, 9 минутта 54 градусқа бұрылады екен, ал X минутта 42 градусқа бұрылады екен. Осы белгісіз минутты табамыз. Ең алдымен минуттық тілдерді қатынастырамыз. 9-ның X-ке қатынасы тең болады екен 54-ның 42-ге қатынасына. Мұндағы X-ті табу үшін 9-ға көбейтеміз 42-ні, бөлеміз 54-ке. 9-ды 42-ке көбейтіп 54-ке бөлетін болсақ, тең болады екен 7-ге. Келесі тапсырмасында 9 минутта 54 градусқа бұрылатын болса, ал 15 минутта қанша градусқа бұрылады, соны табамыз. Ең алдымен минуттарды бір-біріне қатынастырамыз. Минуттардың қатынасы тең болады екен бұрыштардың қатынасына. Мұндағы X-ті табу үшін 15-ке 54-ті көбейтіп 9-ға бөлеміз. Он 15-ті 54-ке көбейтіп 9-ға бөлетін болсақ, тең болады екен 90 градусқа. Сонда оқушылар жауабы 15 минутта 90 градусқа бұрылады екен. Оқушылар, видеоның соңына дейін қараған болсаңдар, каналға жазылып, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.